Ал екі кітап сөйлесінде мынаған ұқсаған екі кітап сөйлесінде барлығы 30 кітап бар екен. Бір сөреде екіншіге қарағанда 4 кітабымыз артық. Демек бір сөреде 4 кітап артық болып кетеді. Бірінші сөреде сонда барлығы қанша кітап бар деп сұрап жатыр бізден. Жаңа айттық қой, барлығы 30 кітап. Төртеу артық, сол төртеуін алып тастаймыз, айырма салған кезде 26 кітап болды. Оны екіге бөлеміз. Неге екіге бөлеміз? Себеп бірінші және екінші сөре бар ғой, екі сөре. Демек 13 кітап болады екен. Демек бізде бірінші сөреде 13 кітап болады екен. Қараймыз. 13 кітап болады еді. А бізде бағана не демеді? Нешеу артық демеді? Төртеу артық. Демек 13 пен 4-ті қосатын болсақ, 13 пен 4-ті қосылса 17 кітап болады екен. Демек бізде екіншісінде 17 кітап. Сөresінде 17 кітап бар. Демек бізге сұрақтың барлығы бірінші сөреде қанша кітап бар екенде? Бірінші сөреде бізде 13 кітап бар екен.